Әйелдер нені қалайды? Кез келген әйелдің үш қана қалауы болады. Оны еркектің ақшасы, гауһартас, мәңгі жастық деп ойласаңыз, мүлде қателесесіз. Өмір деген әлде қайда қарапайым. Бірінші қалауы жақындасу. Әйелдер еркектерге қарағанда тез араласқыш, әлеуметтік жақын жүреді. Олар әңгімелескенді жақсы көреді. Махаббат пен жақындасу туралы киноларды ұнатады. Еркектің ойымен жүрегінде не барын білгісі келеді. Сол үшін күніне бірнеше рет қоңырау шалып, қайдасың деп сұрайды. Ерін қадағалау үшін қоңыраулатпайды. Тек ол туралы не ойлайтыныңызды есту үшін іздейді. Әйел жағымсыз нәрсе айтып тұрса, дәл сол сезімді бастан кешіп тұрады. Сондықтан сүйіктісі көңілсіз болса, ол оны сөйлеттіруге барын салады. Ал еркек жалғыз қалғысы келіп тұрады. Еркек әйелмен жиі сөйлесу керектігін ұғынуы маңызды. Оларды тыңдай білу, құшақтап шерін тарқатуға мүмкіндік беру қажет. Әйелдің екінші қалауы алғыс. Әйел әрбір ұсақ түйектің назарда болғанын қалайды. Әрбір сіз үшін пісірілген ас, жуылған кір, үтіктелген киім үшін алғыс естігісі келеді. Ері оның сұлулығын бағалағанын, мақтағанын, қандай жағдайда да әр қимылын бағып отырғанын қалайды. Үшінші қалауы қауіпсіздік. Әйел өзін қауіпсіз сезінгісі келеді. Әйел заты өте нәзік, әрі қағылез, сыртынан мықты, бір бетке болып тұрса да, әрбірінің жанында әзіз болмысты кішкентай бүлдіршін бар. Оған қамқорлық таныту қажет. Өйткені қамқорлықсыз әйел нәзіктігінен айырылады. Көліктен түскенде қол беру, есік ашып өткізу, сөмкесін көтеру әйелді бейжай қалдырмас қылықтар. Мұндай қамқорлық үшін олар сүюге, сізбен мақтануға, сізге басын иіп өтуге бар. Қымбатты оқырман, мен бұл әңгімені жайдан жай шығарып отырғаным жоқ. Ер мен әйелінің арасындағы қарым-қатынастың дұрыс болмауынан қаншама отбасылар бұзылып жатыр. Қаншама сәбилер тірі жетімге айналуда. Омар Хайямның мынадай жақсы сөзі бар. Жолынған гүл сыйлануға тиісті. Жазыла бастаған өлең аяқталуға, ал сүйікті әйелің бақытты болуға. Олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек.